Армысыздар, менің есімі Ерім Батырхан, каналыма қош келдіңіздер. Көптеген жұрт менен сұрап жатыр. Осы ақшаға Telegram бот арқылы өтініш жібердік, неге ақшамыз әлі түспей жатыр деп. Бұл орайда үкімет мынандай жаңа әдіс ойлап тапты, министрлік. Қараңыздар, еңбек 42.500, мен теремін қазір 42.500 нүкте еңбек.kz деген сайтқа кіресіздер. Сол жерде өздеріңіздің статустарыңызды тексерсеңіздер болады. еңбек.kz деген сайтқа кіреміз. Ол жерде өздеріңіздің статустарыңызды тексерсеңіздер болады. Демек, жаңағы ақшаларыңыз сіздерге түсе ма жалпы? База сіздерге құптады ма ақшаның түсуін? Жоқ әлде сіздерді жаңағы қанша дегенмен бюджет төлегеннің өзінде де, сіздерге сообщение келгеннің өзінде де база сіздерге ақша төлеуді құптамауы мүмкін. Соны тексеріп алуға болады. Қараңыздар, отправить заявку деп жібердік қой. Енді проверить статус заявки. Бұл жерде түк қиындығы жоқ, бұл жерде иініңізді тересіз. Одан кейін міндетті түрде номер удостоверения, жаңағы жеке куәлігіңіздің номерін тересіз. Яғни робот дегенді басасыз, одан кейін проверить дегенді басасыз. Болды. Одан кейін сізге жаңағы сообщение келеді. Сіздің статусыңыз одобрено, жақын күндері ақшаңыз түседі деген. Немесе вам деньги не одобрены, ақшаңыз түспейді деген. Сондықтан да егерде бюджетті төледім ғой, неге маған түспейді деп деп ренжісеңіздер де, енді өкінішке орай бұл жерде база сіздердің мәліметтеріңізді толық тексереді. Сіздер жаңағы ақша алуға үміткер бола алатын адамдар тізімінде барсы ба, жоқсы ба, соны мұқият қадағалайды. Пайдалы болды деген ойдамын. Сондай-ақ айта кететін жайт, бұл жерде тек қана жаңағы мен сіздерге ноутбук арқылы көрсетіп отырмын. Сіздер бұны тура осылай телефонда терсеңіздер де болады. 42.500.еңбек.kz деген сайтқа кіресіздер телефон арқылы да. Одан кейін міндетті түрде жаңағы проверить статус заявки дегенді басасыз. Ол жерде иін терес, номер терес удостоверениянын, яғни роботты басасыз. Болды, проверитті басасыз. Одан кейін сіздің статусыңыз шығады. Ақшаңыз түсе ма, жалпы түспей ма? Себебі көптеген адам маған хабарласып айтып жатыр. 10 күн болды, әлі 2 апта болды, әлі күтіп отырмыз деп. Бәлкім мүмкін сіздерге ақшаны құптамаған шығар. Сау болыңыздар.